Қазақ сатира өнеріне өз үлесін қосып, өшпес із қалдырған Садықбек Адамбековтың туғанына 100 жыл. Ақын драматург Сқақшының құрметіне орай Арыс қалалық мәдениет үйінде мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Сайыпқыран Сқақшының құрметіне арналған іс-шараға қаламыздың құрметті азаматтары, туыстары және мектеп мұғалімдері мен оқушылар қатысты. Кеште қазақ сатира өнерінде өшпес із қалдырған Садықбек Адамбековке арнау өлеңдері оқылып, інісі өз естелігімен бөлісті. Құрметті арыстықтар, бүгін үлкен бір ұлыстың ұлы күні болып тұр. Сәкеңнің 100 жылдық мерейтойына орай осындай үлкен бір іс-шараның басын байқап қалдық. Мен сонау Тараз жерінен келгендегі мақсатым ол кісінің қоян қолтық өмірімен қабаттас өмір сүрдім. Менің бақыттылығым сонда. Ол кісінің маған берген тәрбиесі, ұлы күші, қасиет, қадірі үлкен бір ғажап нәрсе. Мен бір есіме түсіп отқаны, ол кісі кітабын баспадан шығарып, осында өзіне алып келіп, сонда маған жазып берген сөзі осы менің жүрегімде сайрап жатыр. Көзімнің ағымен қарасында есілдікке деп берген авторлық кітабы осы уақытқа дейін мен сөйлемде тұр. Сондықтан менің бақыттылығым осында. Сол кісіменен өмірі қабат сүріп, өнердің не екенін, өмірдің не екенін, ұлы дүниенің құдірет күшін мен сонда сездім. Кейін кездер ол кісіні сағындым, сарғайдым, іздеймін. Іздегенде арман амал жоқ. Сондықтан да ол кісінің алдымда қалған мұрасы маған үлкен азық, рухани азық. Драмалық шығармаларын қайта-қайта оқып, өңдеп қайтып шыққанда менің жүрегіме ол кісінің сол кездегі союздың өзінде осы тәуелсіз елдің тағдырын ойлағаны ғажап кейде менің жүрегімді толғандырады, тебірентеді. Себебі әрбір шығармасында ол кісінің айтқан ойлары, ол кісінің астарлап жеткізген керемет ғажап дүние танымы енді ғана мен сайрап жатыр. Мерекелік кеште сатира саңлағының алтын табақтағы жылан Аюбайдың ажалысында сатиралық шығармалар сахналанып, келген көпшіліктің көңілінен шығып, ықыласына бөленді. Сара Кеңесбай, Миржан Ғалымжанұлы, RTV жаңалықтары.